көрермендері мен қонақтары. Бүгін біз ағылшын тілінен жаңа сөздер жасау жолын үйренеміз, бір жолы. Яғни біз жаңа сөзді жасау жолын үйреніп алсақ, біздің сөздік қорымызда ұлғаяды деген сөз. Ең бірінші мен сіздерге ең оңай суффиксті алайын деп отырмын. Әдетте жаңа сөздер ненің көмек арқылы жасалады? Әртүрлі суффикстердің, жалғаулықтар мен жұрнақтардың көмегімен жасалады. Сондай суффикстердің бірі ағылшын тіліндегі ly. Көбінесе ly-ды біз сын есімге жалғап үстеу аламыз. Сын есім дегеніміз не? Еске түсіріп жіберейік. Сын есім дегеніміз қандай да бір заттың сынын, сапасын білдіреді және қандай деген сұраққа жауап береді. Ал үстеу дегеніміз ол іс-әрекеттің қалай орындалғанын білдіреді. Заттың сыны, сапасы емес, іс-әрекеттің қалай орындалғанын білдіреді. Мысалы үшін nice деген сын есім, бәріңіз білесіздер, жақсы, әдемі дегенді білдіреді. Nice. Мысалы үшін a nice car, жақсы машина. This is a nice car, бұл жақсы машина. Ал енді біз оны nicely деп қолдансақ, мысалы үшін this car drives nicely. Онда мына машина жақсы жүреді деген сөз шықты. Яғни бірінші сөйлемде біз машиненің сапасын айтып тұрсақ, жақсы машина деп, екінші сөйлемде бұл машина жақсы жүреді деп, оның уже жүрісінің іс-қимылын айтып тұрмыз, This car drives nicely. Окей? Келесі. Quick. Тез, шапшаң деген сөз, I'm quick to learn. Мен тез үйренемін, тез ұғып аламын деген сөз. Ол менің қасиетім сонда, значит, адамның қандай бір сапасы. My son is quick to learn. Менің ұлым кез келген нәрсені тез үйреніп алады. Енді оған quickly деп қоссақ, онда ол ағылшын тілінде үстеу болады. Қазір біз қазақ тіліне аударғанда екеуінің арасында ешқандай айырмашылық жоқ сияқты, екеуі де сын есім болып тұрған сияқты қазақ тіліне аударғанда. Бірақ ағылшын тілінде біреуі қандай да бір заттың сапасын айтып сын есім болып тұрда, екіншісі, яғни quickly, қандай да бір заттың іс-әрекеттің қалай орындалғанын айтылып тұр. Үстеу дегеніміз қалай деген сұраққа жауап береді. Мысалы үшін quickly. I quickly did the dishes. Мен ыдыстарды тез жуып тастадым. I quickly did the dishes. Немесе I quickly washed the dishes. Мен қалай жуып тастадым? Тез жуып тастадым. Ары қарай кеттік. Slow. Жай барақат деген сөз, Енді оның үстеу түрі slowly. Мысалы үшін You are so slow. Hurry up. Сен соншама жайылып жүрсің, тез бол деген сөз, You are so slow. Сен қандайсың? Сен жай барақат жүрсің, жай барақатсың, жайылғансың деген сөз. Ал He slowly and nicely parked the car десек, ол машинаны жаймен әдемілеп тұраққа қойды деген сөз, He slowly and nicely parked the car. Немесе slow мен nicely'ді сөйлемнің төмен жағына, соңғы жағына қарай да ауыстырып жіберуге болады. He parked the car nicely and slowly. Бірақ мағынасы өзгермейді. Немет жаңағы қосылғыштардың орны өзгергенмен қосынды өзгермейді деген сияқты. Slowly'ді былай да қоя беруге болады. Келесі сөз bad, жаман. Қандай да бір заттың қасиеті, сипаты. A bad decision. Жаман шешім, дұрыс емес шешім деген сөз, Bad weather. Жаман ауа райы. Ал badly десек, онда оның мағынасы кішкене өзгеріп кетеді. Мысалы үшін қазір айтам. I miss my friends badly. Мен өз достарымды өте қатты сағындым, деген сөз, Өте дегенді білдіреді. Қандай да бір қалай сағындым, өте сағындым. Мысалы үшін I need you badly. Please don't go. Кетпе. Please don't go. Кетпеші. I need you badly. Сен маған керексің, сен маған соншама қажетсің деген сөз. Осындай мағынада қолданылады, badly. Келесі сөз пара, біреуі сын есім, біреуі үстеу болып тұрған. Пара ол easy, easily. Easy дегеніміз оңай деген сөз, Easy job, оңай жұмыс. Немесе take it easy деген сөз бар, қандай да бір нәрсені қатты көңіліңе алма, оған жеңіл қара деген сөз.
Келесі easily, тоже жеңіл болып аударылады, бірақ іс-әрекетті білдіреді. Мысалы үшін, this job is simple. We can finish it easily. Мына жұмыс қарапайым, simple, қарапайым, оңай. We can finish it easily. Біз оны жеңіл істеп тастаймыз, біз оны оңай істеп тастаймыз. Келесі terrible, terribly. Terrible сын есім, ужасный, өте жаман. Қалай қазақша айтсақ болады? Terrible, ужасный, өте жаман, өте нашар деген сөз. He is a terrible driver. Он ужасный водитель. He is a terrible driver. Ужасный водитель. Ешқандай жаңағы правиланы сақтамайтын, сондай қауіпті деген сөз. Ал terribly деген ужасно деген сөз. Қалай? Мысалы үшін, terriblyға мысал келтіретін болсақ, I terribly sorry for letting you down. Let you down, let somebody down. Біреуді ұятқа қалдыру, подводить кого-то. Let you down. I terribly sorry for let you down. Мен сені ұятқа қалдырғаным үшін ужасно кешірім сұраймын. Қатты қысылып, ұялып кешірім сұраймын деген мағынада айтылып тұр. Яғни менің қалай кешірім сұрағанымды айтып тұр, менің сапамды айтып тұрған жоқ. Жаңа бірінші сөйлемде he is a terrible driver дедік. Жаңағы жүргізушінің сапасының қандай екенін айттық, ол сын есім болды. Ал екінші сөйлемде менің іс-әрекетімді белгілеп тұр, ол үстеу болды. Terrible, terribly. Келесі сын есім және үстеу жұбы happy, happily. Happy бақытты, өздеріңіз білесіңіздер. A happy child, бақытты бала. Happy days, бақытты күндер. Happily қазақшаға тоже бақытты деп аударылады, бірақ та ол енді іс-әрекеттің бақытты екенін білдіреді. Мысалы үшін, a happy couple lived happily ever after. Бақытты жұп өмірлерінің соңына дейін бақытты өмір сүрді деген сөз. Біріншісінде happy дедік, екіншісінде happily дедік. Немесе everything ended happily. Бәрі жақсы аяқталды. Everything ended happily. Сонымен бүгінгі li жұрнағын қосып отырып жаңа сөз жасау методы сондай қатты қиын емес деп ойлаймын. Кішкене болса да сіздердің сөздік қорларыңызды дамытуға үлесін қосты деп ойлаймын. Егер де қаласаңыздар, негізінде қаласаңыздар да қаламасаңыздар да жасағандарыңыз дұрыс еді. Осы сөздерді пайдаланып, немесе өздеріңіз li жұрнағын қосып отырып сөз құрап комментарийге жазсаңыздар, мен сіздерге тексеріп дұрыс немесе бұрыс екенін айтар едім. Сонымен бүгінгі сабақ осымен тамам. Әдеттегідей сіздердің пікірлеріңізді күтемін, сөйлемдеріңізді күтемін, және сабақтың ұнаған, ұнамағанын білдіретін белгілеріңізді күтемін. Келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыздар.